Атыраулық Нұргүл Зиханова бейбіт қорғанмен өте жақын қарым-қатынаста болғанын айтып, одан ұлды болғанын да жасырмады. Бұл туралы ол Астарлы ақиқат бағдарламасының эфирінде айтты. Оның айтуынша, олар өнер иесімен 5 жыл бұрын Атыраудағы караоке барда танысқан. 2018 жылдың қараша айында достарымызбен караокеге жиналдық. Біз екінші қабатта отырдық, ал бейбіт бірінші қабатта болды. Құрбысы онымен телефон нөмірлерін ауыстырғанын айтты. Кейін басқа кафеге тамақ ішуге бардық. Сол жерде досым бейбіт қорған қонақ үйге шақырып жатыр, деді. Бейбіт танымал әнші болғандықтан, оның әндерін жақсы көргендіктен ғана досыма еріп жүруге келістім. Таңертеңгі сағат 5-6 шамасында осы екеуінің әңгімесін тыңдап үнсіз қалдым. Олар ішімдікті ішті. Мен сыраны 2 рет қана жұттым, деп еске алады сол күнді Нұргүл. Артынша досы бейбіт екеуі бірдеңеге бола дауласып, Нұргүлдің досы есікті тарс жауып кетіп қалады. Бір айдан кейін бейбіт біздің қалаға жаңа жыл қарсаңында ән айтуға келді. Сосын мені Қазақстан қонақ үйіне шақырды. Ол достармен бірге болды, және мені оларға өзінің қарындасы ретінде таныстырды. Онымен төсекке бірден секіруге ойымда болғанда жоқ. Нөмір алмасып бірнеше рет кездестік, дейді Нұргүл. Нұргүл әншінің заңды әйелі мен балалары барын білгенін мойындады. Ол Атыраудың тумасы болғандықтан, оның өмір баянынан жақсы хабардармын. Мен оның отбасылық адам екенін білдім. Жақындаған кезде де мен оған өз еркіммен берілген жоқпын. Менің мақсатым тек онымен сөйлесу, жақынырақ танысу. Маған мінезі күшті еркектер ұнайды. Бейбіт солардың бірі болып шықты. Маған да ұнады, дейді ол. Нұргүл Зиханованың негізгі мамандығы аспаз, бірақ мамандығы бойынша жұмыс істемеген. Кейінірек ол фотограф болыпты жұмыс істеді. Ол қорғанға жүкті екенін айтқанда, ол қалағаныңды істе деп жауап берді. Әйелдің айтуынша, баланың денсаулығында ақау бар. Ол бір ғана нәрсені сұрайды: суретші ұлына қаржылық қолдау көрсету. Мен оған жүкті екенімді айттым, бірақ ол түсік жаса, бұл менің балам емес, деп айтпады. Менің сынған телефонымда осы хат хабарлар бар. Ол жай ғана тыныш жүр, бұл туралы ешкім білмесін, деді. Менің ұлым Алиханның бүйрегі ауырады. Мен оған баланың диагнозын және барлық құжаттарды жібердім. Бірақ оған көп жазбауым керек деп жауап берді, дейді Нұргүл. Әнші бағдарлама журналистеріне мәлімдеме жасады. Мен бұл адамды танымаймын. Біреу бірдеңе деді деп, мен ДНК анализін жасамаймын. Сіз де мені мазаламауыңыз керек, деді әнші. Бағдарлама тобы ақиқат қай жерде өтірік қайда екенін анықтаймыз, деді.